Сәлеметсіңдер ме оқушылар? 2-ші сыныпқа арналған математика пәнінен 2-ші 90-дық жиынтық бағалау тапсырмаларын бірге орындайық. Егер сабақ ұнап жатса, каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Математика пәнінен 2-ші 90-ға арналған жиынтық бағалау тапсырмалары. Бірінші есеп, заңдылығын сақтай отырып, 3 сан жаз. Келесі сандар тізбегін толықтырамыз. 970, 870, 770. Мұнда балалар, яғни 100 санға кемітіп жазып отыр. 770-тен соң 670, 570 және 470. Екінші есепті шығар. Жаңа жылдық шыршаға арнап 17 алтын түсті және одан 19-ы артық қызыл түсті шарлар сатып алынды. Жаңа жылдық шыршаға арнап барлығы неше шар сатып алынды? Есептің шарты. Алтын түсті шар 17, қызыл түсті шар белгісіз. Бірақ алтын түсті шардан 19-ы артық. Білім алушының қосымша сызба түрінде берілген ақпараттары қабылданады. Білім алушының жауабы. Жеке амалдар түрінде жазатын болсақ, алтын түсті шар 17, қызыл түсті шар одан 19-ы артық десек, яғни қосамыз. 17-ге 19-ды қоссақ, 36 шар. Сонда қызыл түсті шар 36. Ал барлығы қанша шар екен табу үшін қызыл түсті шар мен алтын түсті шарды қосамыз. 36-ға 17-ні қосып, тең болады 53 шар барлығы. Өрнек түрінде жақшаның ішіне 17 қосу 19, жақшаны жабып, қосу 17, тең болады 53 шар. Жауабы шыршаға арнап барлығын 53 шар сатып алынды. Үшінші есеп өрнектердің мәнін тап. 36 килограмм қосу 23 килограмм. 59 килограмм. Ал 6 дециметрге 15 сантиметрді қосса, дециметрді өлшем бірліктерін біз дециметрді сантиметрге өрнектеп аламыз. Сонда 1 дециметрде 10 сантиметр болса, 6 дециметрде 60 сантиметр. 60-ға 15-ті қоссақ 75 сантиметр болады. Төртінші есеп, шананың әр тақтайшасын жасыл, сары, көк түсті қарындаштармен боя. Шана тақтайшаларының бояу реті қайталанбауы керек. Әр дұрыс боялған комбинацияға 1 балл қойылады. Яғни 6 шананы дұрыс бояса 6 балл.